айлы көк чаңқыры, күн керелді ақ бұрқан, айлы күнді ақ аяз, алтай езі ақ бұрқан, қайрақанда допчылы қанша аястан алқышты, деңереде допчылы төрт аястан алқышты, одан дотқан деңері қорчын құрбыстан, қорчай düşкен солоңын қоройлап алған ақ бұрқан, ақ бұрқанның алқыжы, деңеренің дейжесі, құрбыстанның қорчозы, қорой, оп қорой, кендіктөне жайап салан, кірбіктөне көчіп қойған, жүлендеге сағыш берген, жүректеге салым берген, алтай езі ақ бұрқанның алтын сұдыр бичікті, күн керелді көк бұрқанның көмір сұдыр бичікті, елім жаштың салымы енаданың қолында, ел қалықтың жүрімі елге сұдыр бичікті, ала жаштың салымы адайынының қолында, албақты жонның жүрімі алтын сұдыр бичікті. Ақ бұрқан, күнді айлы көк чаңқыры, күн керелді ақ бұрқан, айлы күнді ақ аяз, алтай езі ақ бұрқан, қайрақанда допчылы қанша аястан алқышты, деңереде допчылы төрт аястан алқышты, қодын тұтқан деңері қочын құрбыстан, қоршай düşкен солоңын қоройлап алған ақ бұрқанның алқыжы, деңеренің дейжесі, құрбыстанның қорчозы, қорой, оп қорой, кендіктөне жайап салан, кірбіктөне бичіп қойған, жүлендеге сағыш берген, жүректеге салым берген, алтай езі ақ бұрқан, алтын сұдыр бичікті, күн керелді көк бұрқан, көмір сұдыр бичікті, елім жаштың салымы енадының қолында, ел қалықтың жүрімі елге сұдыр бичікті, ала жаштың салымы адайынының қолында, албақты жонның жүрімі алтын сұдыр бичікті, қорой, оп қорой. Мы, когда вообще сюда собирались, планировали обязательно дойти до этого места. Одной из наших целей поездки было и сделать почитание всего Большого Алтая, восхваление от имени всех ойротов. Есть такое святые места, самые большие святые места ойротов, это называется 13 великих хозяев Алтая. Вот эти 13 больших горах, вот эти тагалы стоят. Ну, тагалы, вот это место подношения, да? И вот это место, одно из этих 13 мест. Мы сюда шли 4-5 часов до пешком. Подъем был тяжелый, но все дошли, все очень рады. Пришли, спели всем хозяевам Алтая хай. Когда поешь хай, хозяева Алтая от всех окрестностей, все они собираются сюда слушать хай. И когда они собрались, мы их угостили белым молоком, поднесли хатак почтения, поднесли залама ленты, да? Чтобы им попросили благословения для всего народа, попросили благословения, чтобы весь мир стоял в благополучии, в мире, чтобы мир процветал. Для этого сделали мы молитву подношения, молитву Химаринчан сделали и окропление белым молоком провели. Мы просили для всех ойратов и также для всех людей, для всех живых существ счастья, благополучия, долгой жизни, хорошего здравия и всего хорошего.